Сіздердің қазір біз подкасттан да көптеген мәселелерді көтеретін боламыз. Сол өздеріңіздің пікірлеріңізді сол ютубтағы шыққан видеоның астына салып кетсеңіздер. Яғни қазір подкаст барысында тыңдап көріңіздер бізді. Яғни бұл қалаға керек па керек жоқ па деген өздеріңіздің пікірлеріңізді. Самое главное сіздердің міндеттеріңіз сол пікірлеріңізді қалдырып кету. Тақырып бізде мәдениет феномені аясында қазір ой қозғайтын боламыз. Біздің қонақтарымыз Ардақ Алдабергенов, дұрыс қой, иә? Ардақ Алдабергенов, Екібастұз қаласындағы КВН-нің өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Ардақ Алдабергенов, Екібастұз жастары қоғамдық бірлестігінің орынбасарының төрағасы боламын. Осы Екібастұз қаласының КВН филиалының директоры боламын. Келесі қонақтарымыз Ерболат Амренов, өзіңіз жайлы. Ерболат Амренов, ақын, жазушы, журналист және аудармашы, және де осы жуырда ғана құрылған Ұшқын жастар бірлестігінің жетекшісі. Керемет. Теміржанов Хакім, кино және теледидар видеооператоры. Тамаша, менің есімім Батқұлдин Аль-Фараби Ғалыұлы, Екібастұз қаласында АФ шоу және де МФК АФ проекттарының жетекшісі. Енді қазіргі таңда бұл бізде алғашқы подкасттың тақырыбы мәдениет феномені. Сол жайлы ой қозғайтын боламыз. Жалпы кешіміздің қонақтары алғашқы сұрақ сіздерге. Менің жалпы қазір өнер жолында жүргеннен кейін өзіме көп туындайтын сұрақтардың бірі ол мәдениеттегі актерлар, блогерлар және де әншілердің рөлдары. Яғни көптеген танымал адамдар бізде қазір танымал болу үшін мәдениеттілікті артқа тастап хайп қуғанды жақсы көреді. Яғни бұл хайп арқылы өздерін ары қарай дамытып, жақсы қырынан және де жаман қырларын көрсетіп қояды. Сол себепті мысалға қазіргі таңда мәдениетті дамыту үшін хайп қуған дұрыс па, әлде бұрыс па? Сіздердің ойларыңыз. Енді бұл жөнінде өзі жалпы тоқталу үшін мәдениет деген не деген сөзге тоқталып кету керек сияқты. Мәдениет дегеніміз ол негізі мынау адамның материалдық және рухани құндылықтары. Яғни белгілі бір деңгейде оның өзі өлшеніп берген мөлшері бар. Яғни біздің осы уақытқа дейін қалыптасқан мәдени тұғырларымыз бар. Сол тұғырды сақтау болып табылады. Өкінішке орай қазіргі кезде бізде хайп қуу үшін болмаса бір тыңдарманның, халықтың, елдің назарын аудару үшін неше түрлі бір жолдарға барып жатыр. Яғни мәдениеттің өзіне мәдениеттілік керек болып тұрған заманға ауып кеттік. Осы жағынан мен сізбен келсем, себебі біз кез келген дүние арқылы, ол мейлі жаңағы телехабар болсын, ол радио болсын, ол ән болсын, ол өлең болсын, біз оқырманды, яғни қоғамды қалыптастырамыз. Қоғамға тәрбие береміз. Сондықтан да кез келген жерде мысалға біз айттық па, эфирден сол мысалға сол шығып кетті ме, ол кейінгі оқырманға осылай істеуге болады екен ғой деген ой қалыптастыратын сияқты. Сондығынан да белгілі бір деңгейде бұл тоқтау болу керек деп ойлаймын. Сол себепті мәдениеттің өзіне мәдениетті адамдар келгені дұрыс. Мәдениетті көзқарас қалыптастырған дұрыс деп ойлаймын. Яғни сіздің ойыңызша сол хайп қуған жаңағы танымал адамдарға қандай жолмен күресуге болады? Яғни сол хайп арқылы оларға еліктейтін жастар бар. Енді сол мәселені қалай шешуге болады, қарсы шығуға болады деген сияқты. Кешеде мысалға мәселе көтеріліп жатыр, әлеуметтік желіде кездестіріп те қалған шығарсыздар. Мынау біздің өзі жуырда ғана Музарт келіп кетті мысалға. Келген күннің өзінде де бізде тыңдарман, көрерменнің белгілі бір деңгейде бір әдеп болу керек қой, әдеп сақтау керек. Жоқ, ол телефонын көтеріп алады да, бүйтіп алып фотоға түсіре ме, оның артында да көрермен тұр ғой мысалға. Сол уақытта артында отырған, жанында отырған көрерменнің ойын бұзады белгілі бір деңгейде. Дәл сол сияқты мысалы соңғы кезде осы бір біздің әлеуметтік желіде керемет тарады, жалпы халыққа да көп сіңісті болып кетті. Өздеріңіз де естіген шығарсыздар, ұйқым келмейді деген ән мысалы. Сұмдық қой, не дауыс жоқ, не әннің ұйқасы жоқ, не несі жоқ, бірақ тарап кетті. Өзін өзі танымал етіп алды, сөйтіп алып, сондай жолмен. Бірақ
тағы да сол мәселе ғой, айналып келгенде мынандай дауыспен өлең айтуға болады екен ғой, бүйтіп жаңа хайп ұстауға да болады екен ғой. Біз онда үйте берсек біз өспейміз да. Иә. Өсу жоқ. Сол себепті осындай жерде бұл ең бірінші кешеде мысалы әлеуметтік желіде бағанағы көтерген мәселе бойынша егер көрермендер концертке белгілі бір мәдени шараға келіп отырып сондай бір әдепсіздік жасаған болса, онда штраф салу керек деген сияқты, айыппұл салу керек деген мәселе көтеріп жатыр да. Дұрыс емес. Қашанғы біз айыппұл сала береміз? Ол да оқырманның, тыңдарманның, халықтың санасында мынандай ой қалыптастырады да, ендеше ақшам бар болса, маған бәрі болады дегендей. Сондықтан да ең бірінші кезекте мәдениетті адамды қалыптастыру үшін әдеп керек та, білім керек. Бұл жол тек біліммен ғана шешіледі деп ойлаймын мен. Бүгінгі күннен бастап, қазірден бастап білімге ұмтылуымыз керек. Кейінгі жастарды да сол білімге ынталы қылуымыз керек. Мәселенің барлығы сонда тұр да. Иә, мысалға менің де өзім бір ойым, мысалға сахна мәдениеті болады. Қазіргі таңда мысалға сахнаның өзінде әншілердің барлығы да барлығы түгел емес, кейбір әншілеріміз сахнаға, кейбірлер сөздің ашығы жанал ашығы батады. Үстінде киімдері мысалы сахна мәдениетіне жатпайды. Бірақ та олардың барлығы экранға шығып жатыр, ютубқа шығып жатыр, тиктокқа, инстаграмға барлығы тарап жатыр. Оны жастар көреді, сосын оған еліктейді. Мысалға ол да дұрыс емес, бірақ ол айтылмады емес, бірақ ол айтылды. Сол себепті менің ойым, ол солардың барлығын алдын ала ондай болдырмау үшін жаңағы үйден бастау керек. Үйдегі тәрбиеден бастау керек. Яғни ол қазіргі таңда балаларға ең бірінші ата-анасы және де өзіміздің қаракөз қарындастарымызға мысалға ағалары бар, бауырлары бар, солар ең бірінші бастап айту керек. Әрине, өте дұрыс пікір. Осы жуықта ғана мысалға біздің осы Екібастұзға республикалық жас алаш газеті келген болатын. Ішінде редакторы бар, хатшысы бар, редактордың орынбасары бар. Барлығының талқылаған мәселесі оқу. Яғни газет оқылмайды, кітап оқылмайды деген сияқты. Осының барлығы айналып келген кезде біз неге оқымайды деген сұраққа жауап беруге тырысамыз да. Негізінде бірінші осы міне қалай оқудан бұрын шын мәнінде де неге оқылмайтынын түсініп алсақ, содан кейін қалай оқудың жолдарын оп-оңай тауып алуға болады. Дәл сол сияқты жаңағы айттық қой, мәдениеттілік керек деп. Мәдени сауаттылық деген болады адамда. Белгілі бір деңгейде оқу сауаттылығы, адамның діни сауаттылығы, қазір Құдайға шүкір біз көбіміз діни сауаттымыз, ақпараттық сауалдымыз, шеше аламыз, мысалы оқи аламыз, нені оқып, нені оқымайтынымызды біле аламыз, сауаттымыз. Ал енді мына мәдени сауаттылыққа келген кезде көбіміз қайтадан жұпыны қалып қоямыз да. Біз қазір көбін құлақтың өзін, Абай айтады ғой, құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй дейді. Осы бір әсем әнді, тәтті күйді ұғынудан қалып бара жатқан сияқтымыз. Оның барлығы сол мәдениетсіздіктен ғой, сахнадағы мәдениетсіздіктен, тыңдарманның, көрерменнің және де сол сахнада өнер көрсетіп тұрған адамның таза мәдениетсіздігінен туындап жатыр деп есептеймін. Енді барлығы сондай жаман емес, Құдайға шүкір, енді жақсы жақтарда қалыптасып келе жатыр ғой. Дегенмен мен мысалға біздің қоғамның ішіндегі мәдениетсіздікке келген кезде қарапайым бір мысалға біз Димашты біз көре алмадық. Жалпы ел болып, республика болып біз Димаштың өнерін бағалай алмадық. Мойындау керек қой негізі. Ол анау Қытай бізді мойындату үшін Қытайға барып, Қытайда өнер көрсетіп, сол жерді мойындатып қана бізді мойындатады. Сондығынан қарағанда мен осынғы дейін, әлінгі дейін сауал қоям, өз-өзіме сауал қоям, көпшілік тыңдармандарға, өзімнің оқырмандарыма сауал қоям. Неге біз сөйттік? Әр жағында сонда қылтиып бірақ жауап тұратын сияқты, сол біздің білімсіздігіміз, ынтасыздығымыз әр жағында ол көралмаушылық та бар, себебі шын мәнінде таланттылар бар ғой. Сол таланттылардың ішіндегі, яғни өзі мәдениеттің ішінде жүрген адамдардың өз ішіндегі бір бақталастығы. Мысалға неліктен біздің мәдениетте жүрген адамдардың барлығы, сахнада жүрген адамдар көбісі аза бір кішігірім көтеріліп кетсе, даже тіп көтерілмей жатса да, мысалға басқа жаққа кетіп өнер көрсеткен жақсы көреді. Мысалға сол айтайық, біздің жерлесіміз мысалға скриптонит. Москваға кетіп сол жақта өнер көрсетіп жатыр. Сол жақта оларды оны прям көтереді. Неліктен? Неліктен біздің Қазақстанда оны көтермеске? Мүмкін олардың әндері біздің мәдениетке сай келмей ме? Бәлкім енді біз енді өйткені көбінесе сол
сахнаға шыққан кезде негізі өзі мәдениетте ортақ тіл бар ғой. Ол ортақ тіл міндетті түрде қазақ тілі болмайды. Ол ағылшынша өлең айтылады, ол орысша өлең айтылады. Кейбір жаңағы бір ұлттық құндылықтарға келген кезде, ұлттық мотивқа келген кезде, ұлттық әуенге түскен кезде, ол жерде жаңағы ұлттық колорит ойнауы мүмкін. Ал бірақ өнерге, таза өнерге, үлкен өнерге келген кезде, егер таланты жетіп бір керемет әндерді басқа тілде шырқап тұрса, неге мойындамасқа деген ойдамын. Сондықтан да бұл дұрыс айтасыз, бұл да бір жаңағы бір не сияқты болып кеткен ғой, ауру деп айтамыз ба, қалай айтамыз енді. Өзге елге барып, өзін мойындатып, сосын мені мына елде керемет шапалақтап, керемет мойындайды, бірақ неге қазақ мойындамайды дегенде өкпе артып жатады. Ол да бір жағынан орынды шығар. Бірақ оның да бір себебі жаңағы айналып келгенде сол ғой, біз тыңдау білмеуімізден шығар, қарапайым. Өнерді бағалай білмеуімізде шығар. Ол біздің сорымыз болып тұр ғой. Бір жағынан егер жұмыс істейтін болсақ, арман қарайда осы бір қасиетімізді, осы бір қырымызды дамытуға болатын сияқты. Кеш емес қой еш уақытта. Әрине. Бірақ жүре берсек жүре береміз. Әрине. Енді қазіргі таңда жастармен жұмыс жасап жатқан Ардақ өзіңізге. Әлеуметтік желі туралы айтайын дегем, хайп туралы. Қазіргі жастар көбі хайпқа жақын, жасағысы келеді, боқтағысы келеді, ютубқа, инстаграмға, вайнға салса да. Мен ойлаймын, әр жастар қандай ұйымда жүреді. Мен мысалға Жайдарманда 10 жыл болды ойнап жүргеніме. Жайдарманға барған сайын бізге үлкен ағаларымыз үйретіп отырады. Вайн түсірдім ба, сценарий жаздым ба, концерт ұйымдастырдым ба, ешқашан боқтық сөздер қолданба. Әр сайын, өйткені бізде жастар көп, бүкіл Қазақстан бойынша. Киноға түстім ба, тағы өзінің проектін жасадым ба ютубқа. Өйткені ол бала Жайдарман атынан ойнайды, көреді, Жайдарман шыққанын. Сол бізді, соны әр ортада соны үйретсе, мен ойымша ол біраз боқтық, хайп біраз азаяды мен ойымша. Яғни сіздер енді Жайдарман ойнаған кезде Жайдарманның өзінің бір правилалары дейді ғой, солар болады ғой. Ережелері, ережелері. Сонда мысалға мәдениет сақталып жатыр ма, жоқ па? Сіздің ойыңызша қазіргі таңда Екібастұз қаласының жастардың арасында? Мен осыған жұмыс жасап жатырмыз. Жастарды мысалға осы 3 жыл бұрын Екібастұзға келген кезде, бастаған кезде бізде студент балалар бұзық болатын, шын айтып. Бұзық балалар келетін, темекі шегетін, асвай ататын балалар, үйде тыңдамайтын балалар бізге Жайдарманға келді. Біз оларды үйреттік. Олар сіз деген нәрсені білмейтін. Өйткені көшенің балалары ғой, сіз деген нәрсені, сіз дегенді үйреттік. Сабаққа бармайды, тағы да көп нәрселер болады. Бізге ата-аналар звондайды, ана бала сабағын оқымайды, Жайдарманға бармайды. Одан кейін жұмыс жасаймыз. Сен неге бармайсың сабаққа? Сабағын неге түзетпейді? Сабағын түзетесің 4-ке. Сол кезде Жайдарманға барасың Астанаға. Түзетті 4-ке. Алып кеттік неге. Сосын ата-анасы санайды, қалай сіз үйреттіңіз, бізді тыңдамайды ғой. Сізді бірақ тыңдайды деп. Біз айтамыз, біз сөйлесеміз балалармен, оған мақсат қоямыз, ол мақсатқа жетеді. Яғни қазіргі таңда КВНнің біздің қаламыздың жастары үшін жасап жатқан еңбегі зор, айдан анық көрініп тұр. Ендігі мәселе, жалпы мәдениет болғаннан кейін, мәдениетті адамдар дегеннен кейін көрермен саны, енді қазір мен соңғы ойын біреуінде болдым. Сол кезде көрермен саны өте көп болды. Бірақ нақты дұрыстап қарай алмадым. Бірақ та сол зданияға мысалға бір мекемеге кірген кезде, мысалға концерт залға кірген кезде сол көрермендер мәдениеттілікті сақтап жатыр ма? Көрермен жағынан ба? Көрермен жағынан. Яғни мысалға бас киімін шешіп кіру, оның өзі мәдениеттілікке жатады ғой. Әрине. Ол жағын карантиннің кесірінен 2 жыл бізде қаламызда Жайдарман болған жоқ. Сондықтан біз қалай болсақ, балалар 9 оқып, 11 оқып кетеді ғой. Сол моментті біз жоғалтып алдық. Өйткені біз әр келген көрерменді үйретіп отырамыз. Каждый келген көрерменді. Сол 2 жылда болмай қалды да
жаңадан көрермен біз енді үйретіп, өйткені бізде көрермен азайып қалды қазіргі уақытта. Өйткені неге поколение сол 11-9 оқитын балалар поколение кетіп қалды, артына балалар қалдырған жоқ, қызығушылық қалдыратын. Біз енді қайта жұмыс бастап жатырмыз. Өйткені карантиннен кейін өте ауыр болды бастау. Карантиннің алдында бізде орысша лига 22 команда болды, қазақша лигада 24 команда болды. Ал осы жыл басталған кезде 10-10-нан бір команда анық болды бізде. Яғни карантин әсер етті жақсы. Иә, карантин осы жыл көп нәрсеге әсер етті. Ал енді кәкім өзіңіздің ойыңыз, мәдениет феномені қалай түсінесіз? Енді кино саласына жүргеннен кейін кино жағынан өзіңіз айтыңыз, өз ойыңыз, пікіріңізді ортаға тастап отырайық. Қазір бізде онлайн сериалдар деген көп болып кетті. Ютубтан көрсететін, ол жақында көп не қазір қазақ сериалдарында молодежный көп боқ сөздер сөйлейді. Бір қылмысқа нетеді, тартады. Сондықтан қазір біздің сол жастар соны көріп, соған тартылады. Менің ойымша кинода цензура деген болу керек. Боқтық сөздерді доғару керек, және де бір какой-нибудь нені көрсетеді ғой, жестокость дегенде. Ол жағынан прямо ашық түрінде көрсетпеу керек. Оның өзінің эстетикалық жағы бар. Камераның артынан көрсетеді, және де бір көлеңке арқылы көрсететіндей. Например, қабырғаға камераны бұрады да, ол жағынан қан мен шаштай атады. Бірақ былай бауыздап атқанын көрсетуге ол адам баласын, кішкентай өсіп келе жатқан біздің келешек балалардың несін, тәртібін психика жағынан бұзады. Ja, ол әрине белгілі, бірақ та қызығушылық жастардың барлығы да сол сериалдарда. Қарап отырсаңыздар, Сәлем Social сүріп жатқан көптеген проекттер бар, сериалдар бар мысалы. Оның барлығында біз қазір қарап отырсақ, оның көбісінде боғауыз сөз рұқсат етілген. Және де жаңағы сіз айтқан дүниенің барлығы да сол жерде бар. Бірақ жастардың қызығушылығы именно сол сериалдарда. Неліктен? Жастар өзі сол жамандыққа жақын тұрады ғой. Соны көргісі келеді. Орысша айтқандай запретный плод сладок дегендей. Жоқ, мен ойымша негізі ютубқа не жібереді, біз соны көреміз ғой. Мен ойымша соны азайтса, біз басқа нәрсе көреміз. Өйткені Сәлем Social Media өзі негізі үкіметтік ол жартылай. Ол басқа бір дүниелер бар ғой, кинолар, келін жан сияқты мысалға. Сондай кинолар көп шығарса, мысалға, біз соны көбірек көреміз. Жоқ, ондай кинолар шығып жатыр емес, шықпай жатыр емес, шығып жатыр ғой. Просто бізде оған қарайтын интерес жоқ. Өйткені ол барлығы мәдениетті, боғауыз сөз жоқ. Қазіргі мысалы хайп. Бізде выбор бар ғой. Выбор бар ғой. Иә. Ол выбор болмаса, мысалға, соны көрсетіп отыр. Сондай боғауыз адамды өлтіру, есірткі туралы шекер тоже хайп болған қанша. Вот сол қандай выбор беріп қояды бізге, сондай көреміз біз. Менің ойымша ол дұрыс емес. Оның бәрі батыс жақтан келе жатыр ғой. Батыс жақтан келе жатқаннан ол біз өзіміз батыс жақта ергеміз көп жағынан. Америка жақта күшті деп, иә. Мысалы, Скриптониттің өзі даже айтқан, менің рэпім, ол русский рэп емес, менің рэпім сол неден Западтан келген. Сондықтан біздікілер ондай нәрсені көп нетеді. Тыйым салады ондай нелерге, цензура қояды, боқтық сөздерге, жалаңаш кісілерді көрсетуге дегендей. Бірақ YouTube порталы ол жағынан ашық. Ол жағынан бізге үлкен не береді, доступ. Ал біздің телевидение жағынан как раз таки ондай тыйым салынады көп жағынан. Сонда осы келін жан деген ол телевизионный проекттар ғой. Сәлем Social ол YouTube. Сондықтан YouTube'тан шыққан сериалдардың көбісі сол бағытқа кеткен. И қазір
теледидарды аз адамдар вообще өзі көреді, үлкен адамдар ғана көретін шығар. Бүкіл жастардың қазір бәрі жүйелі социальный сетьте отырады. Например, сол тикток дейік, инстаграм, тағы да сол ютуб. Хайп жағынан келсек, тағы да тиктокта қазір өте көп вирустық нелер бар. Оның әрине барлығы да белгілі, бірақ та тақырыптан қатты алысқа ауытқымай, ол мәдениет феномені. Яғни феномені деген ол кім қалай түсінеді? Феномені ол новшество. Яғни жаңаша түрде. Негізгі қойылған тақырып сол мәдениет феномені. Енді сіздердің ойларыңыз, жалпы мәдениет феномені деген ол қалай? Жастарға не үшін керек? Қазіргі таңда біз оны не үшін соны ойға тастап жатырмыз? Жалпы соны біз экранның ар жағында отырған көрермендерімізге жеткізуіміз керек. Енді феномен деген, мысалға біз өзі бала кезімізден әдебиетті оқимыз ғой. Әдебиетті оқыған кезде бізге феномен деп Жамбылды оқытты. Феномен деп ескердік оны. Кейінгі енді жалпы феномен болу деген бұл енді сондықтан болар бізге бір 100 жылда бір туатын бір сондай бір жаңашыл жолды қалыптастырып ерекше құбылыс иесі атанып кеткен адам феномен мысалға. Дәл сол сияқты сондай бір іс, жаңашылдыққа бастамашы болған іс. Феномен. Феноменальный құбылыс дейді ғой жаңағы. Сол сияқты мысалға қазіргі заманда біз үшін Димаш феномен бола алады. Жол ашып отыр, жаңаша бір бағытпен келіп отыр деген сияқты. Сондығынан енді мәдениет феномені дегенге келетін болсақ, мәдениетке жаңашылдықты қалай енгіземіз? Біз жаңашылдықты енгізбестен бұрын біз өзі сол мәдениетті көрермен және мәдениетті өнер көрсетуші болып алуымыз керек қой. Осы бір екі мәселенің аражігін ажыратып қосып алуымыз керек. Тіпті түсініп алу керек. Бірінші өзі мәдениетті адам деген кім деген түсініп алу керек қой. Сосын түсінгеннен кейін соған қадам жасау керек. Кез келген жерде солай ғой, яғни әрбір нәрсенің сатысы бар, сатылай дамуымыз. Дәл сол сияқты сатылай дамуды бізге қазір біз ең төменгі деңгейінде тұрмыз ғой. Сондықтан да енді мына жерде бір мәселе, біз өнер туралы, мәдениет туралы айтқан кезде мәдениет, тойда да мәдениет бар ғой. Сахнадан бұрын мысалға тойдың мәдениеті де бар. Өкінішке қарай бізде тойдағы қазір маған өте қатты ұнамайды. Шоумендік деңгейге түсіп кетті. Сосын тамадалардың бір тиісіп, тиіспейтін жерде тиісіп, айтпайтын сөзді айтқанның өзі бір кішкене неме тиіп тұрады, намысыма тиіп тұрады менің. Сосын ренжиміз да, неге осылай болып кетті, неге осындай қалыптасып кетті. Өкінішке қарай, ол жастарға ол да ұнайды. Жаңағы сіздердің айтып отқан фильмдарыңыз, фильм бар, немене ютубтан көрсететтеріңіз, өкінішке қарай мен көрмейді екенмін ондай нәрсені. Яғни, егер мен көрмесем, басқалары да көрмеуге мүмкіндік бар деген сөз ғой. Яғни, бағана дұрыс ой көтердіңіз, сіз көтердіңіз бе? Жаңағыны Келінжанды айтып. Ондай фильмдардың, сериалдардың аздығынан біз шетелдегі түсірілген басқа сериалдарға көңіл бөлеміз. Сондығынан ең бірінші егер бізге мәдениет феноменін қалыптастырамыз десек, өзімізде сондай дүниелерді көптеп шығару керек деп ойлаймын. Соңғы шығып жатқан мына Дос Мұқасанға байланысты фильмді өте мақтайды. Сіздер көрдіңіздер ме? Мен әлі көрмеппін. Ұятты болып жатырмын сол жағынан. Менің мәдениетсіздігім сол жағынан мысалға көрмей жатырмын. Анам кімнің, Рахымжан Отарбаев деген драматург жазушы ағамыз бар. Сол кісінің айтатыны бар. Мынау мен дейді бір жерге барсам сыймаймын дейді. Тойға барайын, бір осындай жиынға барайын сыймаймын дейді. Өйткені осындай жиындарда көбінің айтатыны, әй ананың көлігі қандай, әй мынаның жаңағы ұлы сөзді ұят жоқ әйел қандай, әй мынаның анасы қандай, мынасы қандай, сен неше бөлмелі пәтер алдың, сенде жер үй ма, жоқ сенде этажный үй ма, ол неше квадрат деген әңгімеден шыға алмайды дейді. Соған мен ашуланамын дейді. Неге бізге осындай жиында кездескен кезде сен қандай жақсы кино көрдің, қандай жақсы кітап оқыдың, қандай жақсы бір қойылымға бардың, қандай жақсы сурет көрдің кез келген жерден. Сол туралы неге айтпасқа дейді. Әрине ол ортаға да байланысты. Иә, бұл
мәселе сол ортаны сондай деңгейге өсіруде ғой. Егер бағанағы айтпақшы шын мәнінде егер біз отыра берсек, ол отыра беруге болады, боқтай да береді. Жаңағы сабағында оқымайды, оған ештеңе қызық емес. КВН сол деңгейде жастардың белгілі бір тобын мысалға өзіне аударып, мәдениеттілік деңгейін қалыптастырып жатыр. Яғни КВН арқылы жастар білімге келіп жатыр, оқуын оқып жатыр, өйткені олармен қарай барғысы келеді, Астананы көргісі келеді, үлкен сахнада өнер көрсеткісі келеді. Соның нәтижесінде, яғни оларға былай айтқанда, орысша айтқанда условие қойып тұр ғой. Сен жақсы оқисың, жақсы оқысаң, міне саған жемісің осы деген сияқты. Белгілі бір деңгейде. Дәл сол сияқты мысалға енді жаңағы аспандадық, елді талқыладық, өзіміздің аймаққа келсек, Екібастұзда мәдениетті қалай қалыптастырамыз? Мәдени тыңдарманды, мәдени көрерменді және мәдени өнер көрсететін өнерпазды қалай қалыптастырамыз деген сұраққа келетін болсақ, бұл жерде де қайттан айналып келгенде біз мәдениеттің не екенін ұғынуымыз керек бірінші. Сосын барып өнерпазға да, көрерменге де барынша ұғындыруға тырысуымыз керек. Және өзіміз сондай болуымыз керек. Өйткені біз өзіміз ондай болмасақ, өзіміздің қолымызда ғой барлығы. Барлығы өзіміздің қолымызда. Ештеңені аспаннан алып. Жаңағы міне уже бір қадам басталды. КВН басталды. Болып жатыр, ойнап жатыр. Мен кейбір КВН-ның да нелерін, әзілдерін кейбір кезде түсіне алмаймын. Мен де кейбір командаларды түсінбеймін. Мүлде бір ұнамайтын да командалар болады. Мәдениетсіздік жағына қарай былай бұрып кететін сияқты. Өйткені жаңағы әзіл біреуді кейіптеп, біреуге әзіл айтудың өзі ол кішкене мәдениетсіздік қой негізінде. Сондығынан мысалға міне телеарна арқылы подкаст түсірудің өзі, осының барлығы мәдениетке жасалған қадамдар деп ойлаймын. Сондықтан да бір қадам бастады, қарман қарай енді жастарды соған шақыра білу керек. Яғни кез келген жастарды мысалы топты шақырып алып, не қалайсыңдар? Немене істегілерің келеді деп сұрау керек деп ойлаймын. Бар ғой шүкір, бізде мысалға жоқ емес, бірсыпыра биікке көтерілген, елге танылып қалған, облысқа танылып қалған, облыс түгіл елімізге, жаңағы республикамызға танылып қалған жастар бар. Баршылық Екібастұздың өзіне шыққан. Соларды мысалға куратор ретінде алып келіп, сол балалар мысалы кино көреміз дей ме, сол киноны таңдап беріп, қандай кино, және сол киноны талқылап, ол өлең ба, өлеңді талқылап, ол мысалға жоқ бір эфир бірдеңе түсіргісі келе ме, міне үйретуге, яғни мәдениетті түрде қалай соны істеуге болатынын ұғындыруымыз керек та. Біз қазір атын ұмытып тұрмын, бір жаңағы танымал бір жазушының айтқаны бар. Біз жаңағы аға буынды өзгерте алмаймыз. Олар уже солай қалыптасып кетті. Оларды өзгерту үшін көп жұмыс істеу керек. Бірақ біз өзіміздің замандастарымыз және өзімізден кейінгі буынды өзгерте аламыз. Не себеп? Себебі олардың әлі қазақша айтқанда бұғанасы қатпаған, яғни ойлау жүйесі және көзқарасы қалыптаспаған оқырмандарға осы қазір біздің айтып отқан нәрсемізді миына сіңдіріп жіберу керек та. Оқушыларға особенно. Бағытты өзгерту керек қой, бағытты. Сол кезде ғана міне анау былай айтқанда өмір деген арна ғой. Сол арнамен енді үлкендердің арнасы, мысалы аға буынның арнасы өтеді, біздің арнамыз, уақытымыз келеді. Одан кейін сол біздің кейінгі бауырлардың уақыты келген кезде олар міне мәдениетті көзі ашық болып қалыптасады, мәдениетті сауатты болып қалыптасады. Соған жұмыс істеуіміз керек. Сондығынан қазір қандай жоба бар, қандай бір шара бар, қандай қолымыздан не келеді жалпы, сол келетін нәрсені мәдениетті түрде жастарға үйретуіміз керек деп ойлаймын. Бұның бір жолы осы. Мен қазіргі кезде бастап отқан жаңағы ұшқын деген жобамның да мән мағынасы сонда тұр да. Яғни ең бастысы сауатты, мәдениетті және білімді жастардың легін қалыптастыру және осы Екібастұздың бір несіне құйып жіберуде арнасына. Ол бір мысалға 3-4 жастан бастасақ, 3-4 ортадан адамнан тұратын ортадан бастаса, кейіннен сол ортаға қосыла береді деп ойлаймын өзім. Тартыла береді, оны қызық қой, мынау осындай мен ана жерге барып жатыр екен, мына жерде өнер көрсетіп жатыр екен, мысалы Астанаға барып келіпті десе, келесі бала да қызығады. Яғни уже боғауыз сөздің де бұл жерде анайы түрде бізге бүгінгі анайы көрінетін нәрселердің барлығы артта қалып қояды деп ойлаймын. Дәл сол сияқты жаңағы той мәдениеті де өзгеру керек. Көрермендерімізге айтып кетейік, біздің мысалға сыртта жастарымыз жиналып алып, әдемі сөздер айтып жатыр. Біз мына жерде керемет салиқалы әңгіме қозғап отырмыз. Бірақ
ондай жақсы бір деңгейге де жетеміз деп ойлаймын, үміт үзбеу керек. Жаңағында тойдың екі жақтық мәдениетіне келейік, иә. Екі таяқтың ұшы бар дедік қой. Екі таяқтың, мысалы қазақтың бір әдемі мақалы бар, маған керемет ұнайды. Елім дейтін ер болмаса, ерім дейтін ел қайдан пайда болады. Осының үлкен философиялық мәні бар да. Яғни мен өзім мәдениетті болып қалыптасып, содан кейін барып елім дейтін болсам, менің артымнан тыңдайтын, менің артымнан жүретін, мен сияқты болғысы келетін адамдар да болады. Сондығынан да көбінесе мына бірінші жағына байланысты, содан кейін әрине екінші жағы егер қалыптаспай жатса, бұл енді үлкен трагедия, үлкен сор. Өкінішке қарай уақытында бағаланбай кеткен талай өнерпаздар бар. Бірақ кейіннен міндетті түрде ол бағасын алып жатады. Сондықтан да ең бірінші біздер өнерпаздардың ішінде де мәдениетті қалыптастыруымыз керек. Жаңа ойыма келіп жатыр, мысалға шын мәнінде де біз ана хайп қойып кетіп, халыққа жақын боламыз деп әншілердің келген өздері де жаңағы телефондарын алып шығып, селфи жасап, көрермендерінің арасына кіріп кетіп, тыңдармандардың арасына кіріп кетіп, сондай әрекеттер жасап жатыр. Ал анаған енді әрбір адам өнерлі адамнан дәмелі ғой енді. Осыдан жаңа қазақ оның үстіне ырымшыл халық, осыдан жұғысты болсыншы, осыдан үйренейінші деген мағынада сонымен тұрып ұмтылады да. Бұл сахна мәдениетсіздігі. Мысалға жуырда ғана мынау Ұлыбританияның патшайымы қайтыс болды ғой, Елизавета екіншісі. Олардың заң бойынша мысалға патшайым қарапайым халықтың қолын ұстауына болмайды. Қалыптасып қалған заң болмайды. Патшайым былай айтқан. Ешқандай заң жүрмейді. Бұл да мәдениеттілік. Дәл сол сияқты келіп тұрған көрерменнің осындай әдептері бар дейді. Яғни осы орайда менің ұсынатыным бар болса, бұл мектептерде әдеп сабағы өту керек. Әдеп сабағы. Әдеп кодексі қалыптасу керек. Жастарға соны миына кәдімгідей сіңдіру керек. Жалғыз жастарға емес, ол колледжда да, ол университетте, жоғары оқу орындарында да кәдімгі сабақ болып қалыптасу керек. Міне сол кезде ғана біз арман қарай әрекет ете аламыз. Біз сондай деңгейге жетіп қойдық. Менің ойымша осы. Өте жақсы. Да, міне осыдан кейін де мысалға болады, бүгін подкастта талқылап отырмыз ғой. Барайық, мектептерге барайық. Әдеп сабағының басын өзіміз бастайық, қалыптастырайық. Бір ұсыныс ретінде. Болады. Сіздерге. Мысалға жаңағы айтып отқандай келіп отқан қонақтарымыздың бірі кино саласында өнер көрсетсе, яғни съемка бар, міне жастарды жинау жағынан ардаққа жақындауға болады, сценарий жағынан сізге. Әрине ол өйткені бір мысалға қайтадан барлығын бірдей кінәлай беруге болмайды. Білмейтін де кездер болады да, осы екібастұзда осындай дүниелер бар екен ау деген сияқты. Білмейді көбі. Өйткені біз өз белгілі бір арнада мысалға қазір әлеуметтік желіге салып қоямыз, өзіміздің парақшамызға саламыз. Сосын мысалы КВН-нің парақшасы болса, КВН-нің парақшасына салынады. Сіздің өзің мысалға Екібастұз қалалық телеарнасының парақшасы болса, соған салынады. Біздікі мысалға жарайды әдеби порталдарға салынады. Сонымен тоқтап қаламыз да. Бірақ оның оқырман аясы қандай? Мысалға КВН-ді білетін адамдар, сол КВН жақсы көретін адамдар соған ғана жазылған, қалған ол жерге жазылмаған деген сияқты ғой. Дәл сол сияқты менде де мысалға керемет көп оқырман жоқ. Сондықтан да ерінбей, әлгі орыстарда қандай мақал бар еді, әлгі если гора не идет к Магомеду, то гора Магомед идет к горе дей ме? Сол сияқты ғой, жаңағы біз енді Магомедтің әрекетін жасауымыз керек қой, жаңағы тауға баруымыз керек қой. Сол сияқты оқырманды қалыптастыру үшін міне айналайын. Міне бар бізде. Міне осыған келші, осыған қатысшы. Қатысам десең құшағымызды ашып тұрып қарсы аламыз деген сияқты ой болу керек та. Міне сол кезде егер осыдан кейін, осы әрекеттерден кейін әрекет жаңағы нәтиже болмаса, онда уже әрине бұл қиындау болады, қиындау мәселе болып тұр. Өйткені мынау тіпті кейбір тарихтан білеміз ғой, кейбір проповедниктер, жаңағы пайғамбарлардың өзі сол дінін, сол өзінің бір мәдениет қой негізі ол да, мәдениеттің бір бөлігі. Мәдениетін қалыптастыру үшін біраз жылдар еңбек еткен. Бірақ адам, оқырман мәдениетсіз болып кету ләзде. Мысалға, тағы да қазақтың керемет мақалы бар ғой, мүмин болу әсте, кәпір болу бір пәсте дейді. Бұның да философиялық мағынасы бар. Яғни мәдениетті адам болу үшін көп қадам жасау керек. Өте көп қадам жасау, өте көп жұмыс істеу керек. Ал мәдениетсіз болу үшін бірақ нәрсе істей салуға болады. Мысалға боқтай салдың, бітті сен мәдениетсізсің.
сен бүкіл жиып тергеннің барлығы жойып жіберуге болады. Жаңағы айтқандай қасықтап жинаған абыройын шелектеп бір сәтте төге салған. Оған әрине мысалдар да бар. Қазір қарап отқандай мысалы Төреғали Төреәлі. Енді Яғни ол сахнада да бір өзін жаман көрсетті, жақында бір біз ақиқаты оларға ғана белгілі. Ал нақты көрерменге жеткені ол олардың сол жерде дөрекілік көрсетіп өзі жаман істі болғаны, яғни ол қаншама абырой жинап сол кезде мүмкін қаншама көрерменде тыңдарманды жоғалтып алған сияқты. Енді қазіргі былай қарап отырсақ. Ол мысалға оған еліктейтін де жастар бар, көрермендері бар мысалға. Ол да көп нәрсені бұзып алған сияқты. Ол жерде жаман нәрсе дәріптеп, соны көрсетіп мысалға. Ол да дұрыс емес. Енді түйіні қазіргі таңда Екібастұз қаласында енді көптеген жобалар енді аяқ басып жатыр. Әрине ол мәдениет феномен бастамасы деп айтуға да болады. Оған көрермендерді, жастарды қалай тартамыз, қалай жақындатамыз деген сияқты. Жаңа жобалар сөйлеп кеттім ғой деймін, сіздер де сөйлеп отырсыңыз. Сіздердің өздеріңіз жеке өздеріңіз пікірлеріңізбен, ойларыңызбен бөлісіп отырсаңыздар. Жаңа жобалар жасау керек, рисковать ету керек дейді ғой. Жаңа жобалармен жастарды тарту керек, мектепшік балаларды, студенттерді мәдениетке үйретіп. Былай қараған кезде сол мектептен, колледждан, университеттен көбіне шықпайды ғой. Мысалға, мисс, мысалы, Екібастұз деген көп болып болмаған. Жігіт Сұлтаны деген колледждің арасында, бүкіл мектептер арасында мәдениетке үйретеді балаларға. Сахнаға үйретеді, өз-өзін ұстауын. Сондай жобалар қазір азайып кетті. Тағындай көп. Яғни олардың пайдасы ол жаңағы соған қатысатын жастар мен көрермендерді мәдениетті болуға шақырады. Әрине. Өз-өзінің сахна ұстау, бір-біріне сіздеп сөйлеу, өз-өзіне жаңа бағытта ашылу, сөйлеу манерасын бәрін. Ол сол бала өзін өзгертсе, қасындағы жолдастарын өзгертеді. Менің ойымша солай. Сіздің ойыңыз қай? Менің ойымша мәдениетті көтеру үшін рухани театрға жиі барып тұру керек. Проблема сол ғой, бізде театр жоқ қой. Бізде театр жоқ, Алматыдан бірақ келеді ғой, келеді. Сондайларды ол келгеннің өзінде көрермен жоқ келеді. Мысалға жақында бір театр келді, көрермен болмады. Неліктен? Үйренген жоқ халық. Балалардың қызығуы жоқ ондай театрдың көруіне. Бірақ оны мысалы олар білмейді театр деген неме екенін. Телевизордан көреді и ойлайды, ол қызық емес, скучный нәрсе деп. Оның мысалы мен ойымша мектептерде біреулер оған ақша бөлу керек. Балалар тегін барғандай. Сол бір-екі рет барғаннан кейін балалардың қызығушылығы көтеріледі. Мен өзім сондаймын. Мен театрды бұрында тегін барып көрген жақсы көрсіз. Жаңа мен көтеріп кеттім ғой, дұрыс айтып отыр. Театральный кружоктар дейді ғой, сондай болу керек. Сондай қалыптасу керек. Театральный кружокты қалыптастырып, баласы өнер көрсеткеннен кейін ата-анасы қайда барады, келеді. Өзі бізде қазақта солай ғой, мысалға менде өзі солай. Маған хабарласады бірден, сенің ана жиенің анандай жерде өнер көрсетіп отыру керек, бару керек. Өлесің, тірілесің, уақытың бар, жоқ, соған барасың. Мысалға былай айтқанда. Бірінші кезекте солай қалыптастырып алу керек та. Мәдени жаңағы сол театральный кружокқа шақырып, баланың бойында талант болатын болса, сол баланың талантын қалыптастыру үшін, бойындағы өнерін ашу үшін театральный кружокқа барады. Міне бір ұсыныс. Бізде актерлар бар ма? Актерлар болмаса, сол актерлар актерлыққа жақын. Мына жерде міне Бауырбек отыр, өнердің директоры. Сол кісінің құлағын алтын сырға театральный кружок керек бізге. Балаларды сол жерге шақырайық, балалардың келсін. Енді міне театр демекші 15 күні, осы айдың 15 күні Жүсіпбек Аймауытов атындағы драма театр осы Екібастұзға келе жатыр. 15 күні міне. Осыған көрермен қандай қойылым? Қойылымды білмеймін, келетінін естідім. Оны мына Бауырбек айта жатыр бізге қосымша. Тағы да қай күні қай жерден келетіні. Соған мысалға көрермен жинақтауға да бір сіздерге міне толчок, бір идея. Халық жинау керек.
оқырманды қалыптастыру. Кәдімгідей басында кәдімгідей менің ойымша зорлықпен сүйретіп әкелу керек. Көрші мынаны, көрсең рахаттанасың кәдімгідей. Бұрын біздің студенттік кезінде бізге тегін таратып беретін. Біз билет кәдімгі беретін. Біз Семей қаласында оқыдым мен. Абай театрға барып көретінбіз. Мен басына ойлайтын қызықсыз шығар, қайдағы театр. Сосын бара келе қасында дәл ана микрофонсыз сөйлеген айғайлаған кезде мен дауысы қалай керемет деп бүкіл залға микрофонсыз. Менен жасты балалар шықты. Мен неге олай шықпасқа? Қазір көбісі білмейді, барып көріп, сезініп көру керек. Сол эмоцияны ана жердегі мысалға актерлардың кеше білу керек қой. Актерлардың былай қарап отырсақ, олардың да зарплатасы, мысалға айлықтары сол жерде театрда жұмыс істеген үшін үлкен емес. Мысалға 150 мыңға жете ме, жетпей ме? Бірақ олар сол ана көрерменнің 10 минут бойы соғып тұрған шапалағы үшін жұмыс істейді екен мысалға. Әрине, ол өте керемет рахат сезім. Мысалы, мен оны өзім білем. Бір өлеңді оқып болғаннан кейін сені көріп отырған көрермен шапалақтаса білесіз бе, энергия төбен көкке жетіп қалады. Жалғыз сіздерде емес, сіз де білетін шығарсыз. Әркім біледі ғой енді. КВН-да да сол мәселе, түсірген дүниеңді бағалап жатса да сол мәселе, ол керемет нәрсе ғой жалпы. Біреу өнеріңді бағалап жатса. Сондығынан да енді қарапайым ғана мен бағана айтып кеттім, тағы да қайталап өтейін. Бізге жалпы бірінші өнерпаздардың өз ішінде мәдениет феномені болу үшін мәдениетті болып үйрену керек. Мәдениетті дүниелер түсіріп үйренуіміз керек. Мәдениетті дүниелер жазып үйренуіміз керек. Мәдениетті әзілдесіп үйренуіміз керек. Және мәдениетті той жүргізіп үйренуіміз керек. Яғни барлығы айналып келгенде мәдениет. Мәдениеттің өзі бәлен сатыға бөлінеді ғой. Діни мәдениет, музыкалық мәдениет, ол шығармашылықтың барлығының ішінде мәдениет бәлен сатыға бөлінеді. Соның барлығын қалыптастыру үшін әрине біз енді бәрін бірдей ауқымды бірден алып кете алмаймыз. Дегенмен белгілі бір ортада бір тамыр тастаса, ол тамыр міндетті түрде өзегі жайып гүлденіп кетеді деп ойлаймын. Өйткені барлығы бірдей Астана мен Алматыдан шыға бермейді ғой. Провинциялар бар. Сол жерлерден де гүлденіп шығады. Сол жерлерден де мысалға бізде көп айтады ғой, кеншілер қаласы, энергетиктер қаласы, теміржолшылар қаласы деп. Неге Екібастұзда мәдениетті қала деп айтпасқа? Неге біз тек қана жұмыскерлердің қаласы болуымыз керек? Жұмысшылардың ғана қаласы болуымыз керек. Әрине. Жұмысшылардың қаласы бола тұра бізде де үлкен мәдениетке үлкен қадам жасалды. Осы уақытқа дейін мысалға Атамұра мәдениет орталығы бар. Мына біз бүгінгі подкаст жүргізіп отырған өнер мәдениет сарайы бар. Дәл сол сияқты әрбір ортада, әрбір жұмыс тобының ішінде, станцияларда, кеніштерде де осындай мәдени орта болу керек деп ойлаймын. Өйткені біз мысалы Наурызға шағымызды қалыптасты қалған ол орта бар. Бірақ ол орта білінбейді, сол ортаның ішінде ғана қалып қойып, сол жерде ғана жаңа былай айтқанда тусовка жасап жүрді. Шығады осындай бір мерекелерге келген кезде, номер керек деген кезде ойбайлаймыз, ойбай ана жерде анау бар еді, соны шақырып алайықшы деп. Сосын болды, ол келесі жылға дейін ол жабылады. Сондайға келген кезде, егер адамның негізі мүмкіндігі шексіз ғой. Адам мүмкіндігі шексіз. Сол шексіздікке ұмтылу керек қой. Соған қадам жасату керек. Бірінші қадам мен жаңа айттым. Келесі барайық, мектептерге барайық, аралайық, жастарды жекелей шақырайық. Сосын сұрайық, сіздерге не керек? Не қалайсыздар? Сол дұрыс, жастарды жинап, мектепшілік балалар жеке, студенттер жеке, сіздерге не керек, қандай бағытта. Содан кейін уже міне жаңағы біздің бағыттарымызға қарай бөлініп алса, сол бағыттарға қарай жұмыс жасауға болады. Әрине, сол мәдениеттің феноменіне жету үшін, яғни ең бірінші керек білім. Жаңа ой тастағандай, сол себепті ең бірінші жастарымыз мәдениетті болу үшін оқу керек, білімді болу керек. Содан кейін өзіне байланысты. Өзінен бастау керек қой бірінші. Екіншісі ортасына байланысты. Яғни ортасы жанына жүрген жолдастары, достары, араласатын адамдардың өзін дұрыс таңдай білу керек деп ойлаймын. Егерде мәдениетті болып қалыптасу үшін, мәдениетті адам болып қалыптасу үшін. Әке шешесін тәрбие беруі де әрине өте маңызды. Өте маңызды. Мектепте мұғалімнің, класс жетекші мұғалімдерінің қалай оған несі отношениесі қандай болса сол. Ол да маңызды. Өйткені мына сөзіңіз аузыңызда
мынандай мәселе бар да. Біз мысалға кейбір көп естисің, ата-аналар айтады, мен балама сүйдеп айттым дейді. Айналайын, бала сенің айтқаныңды өмір істемейді. Бала сенің істегеніңді істейді. Мысалға сен темекі атып тұрып, балам сен темекі атпа, бұл зиян десең айтады ғой әкем. Не айтып тұр маған деген сияқты. Өзі соны істеп тұрды, маған соны неге істемейді деп тұрды. Әрине ол міндетті түрде соған қызығады да соны істейді. Иә. Дәл сол сияқты үйде де балаға қандай, мысалға балаңызға әйеліңізді ертіп алып, қымбаттым жүр театрға барайық деп кетіп бара жатсаңыз, сәнденіп киініп алып, ол да соны істейтін болады. Ол да сөйтіп киінгісі келеді, солай әдемі киінгісі келеді да, солай театрға барғысы келеді. Енді мектептегі мұғалімдердің де рөлі өте орасан зор. Менің мысалы әдебиетке түсіп кетуіме Гүлсара Бекенқызы деген қазақ тілі мен әдебиетінен бізге мұғалімнен сабақ берді, Зерде мектебінде. Сол кісінің мен бір былай айтқанда қинап осы идея айта аласың, сен қолыңнан осы келеді, сен сөйлей аласың дегеннің арқасында міне әлі күнге дейін сайрап жүрміз ғой. Аузымыз жабылмайды. Сол кісінің арқасында мәдениет болып келе жатырмыз. Яғни оқытушының, мұғалімнің оқушының бойында қызығушылығын оята білу керек та. Бір қылтиып тұрған бірдеңе соны сезініп, соны шығарып алу керек та, бір тамырын тартып алу керек. Сол кезде мына оқытушының да рөлі. Үшін негізі рөлі төмен нәрсе жоқ қой. Кез келген адамның, мысалға сіз отырған сіздің де, мына отырған сіздің де, мына отырған менің де дүниеге келдік па, маңыздылығымыз бар екенін ұғыну керек та. Бізде өкінішке қарай сондай ой, рас қазір бөлініп кеткен, сатылай, анау керек, мынау керек жоқ, бәрі керек. Мынау бір ағылшынның бір философиясында бар ғой. Колокол дейді ғой, олар кісі қайтса колокол ойнататын бұрын кезде әдет болған екен. Сол колокол қоңырау біреудің қайтыс болғанын емес, сенің жарты дүниеңді о дүниеге кетіп бара жатқанын ескертеді дейді. Өйткені барлығы айналып келгенде бүкіл дүние бір материя ғой, бір бөлшектен ғана тұрады. Бір нәрсені ғана құрайды, адамдықты. Сондықтан да кез келген адам ол феномен, соны ұғыну керек. Ол Құдайдың ұлы жаратылысы, ол табиғаттың ұлы жаратылысы. Мұзафар Әлімбаевтың осындай ететін бір күшті сөзі бар. Талант табиғаттан дейді, талап өзіңнен дейді. Яғни кез келген адам феномен болып туды, дүниеге келді. Жалғыз дана, ешкімге ұқсамайды, мінезі, түр келбеті, сән салтанаты бар оның. Қалыптасты, ол жалғыз өзі штук болып қалыптасты. Міне сол жалғыздықты біз өкінішке қарай есейе келе көпшіліктің ішіне сіңіп кетеді, сол жоғалып кетеді. Осыдан сақтану керек. Осыны әрбір баланың бойына, санасына түйдіріп үйренуіміз керек. Сен феноменсің, сен жалғыз штуксың. Сен осы жалғыздығыңды жоғалтып алма. Бірақ көппен аралас, өйткені көптің ішінде бірлік бар, көптің ішінде көппен бірге тірлік бар, көппен бірге өмір бар. Сол өмірде көппен бірге араласып жүріп, бірақ өзіңнің бір үлесіңді қосу керексің да. Абай айтады, ол сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар, қаланып кет, тесігіне қаланып кет. Сол тесігін. Көбінесе сол біз тесік таба алмаймыз ғой, айтқан қаланатын тесігімізді. Сосын кетеміз, біреудің орнына барып отырамыз, біреудің бір неңесін ұрлаймыз, көре алмаймыз. Одан кейін бізде жаман қылықтар пайда бола бастайды. Біз ішуге, ішімдікке, шегуге, болмаса бір жаман әрекетке бейім болып кетеміз. Сол жағынан бізге дұрыс па деп ойлаймыз. Кері тарта береміз. Әрине, мысалға ішкенің адамның барлығы да мәдениетсіз емес. Андай адамның барлығы да мәдениетсіз емес. Этика, эстетикаға бөлінеді ғой. Сол себепті мысалға қарап отырсақ, ол көптеген жерлерде, ол мысалға ішу мәдениетте бар. Ішу мәдениетте бар, дұрыс айтасыз. Енді көптеген жерлерде өзінің мәдениеті бар ғой, сол жағынан да ең бірінші мен ойлаймын, мәдениет феноменіне жету үшін ол әрине тәрбие өзімізді бала кезімізден дайындап, арттан ерген іні қарындас бауырларымызға үлкенді қазіртанда біз жастар болғандықтан көмек жасауымыз керек деген ойдамын. Түйініне келейік. Жалпы мәдениет феноменін бүгін сол мәселені көтерген себебіміз де осы шығар. Яғни жастарға үлкен үлес қосып көмектесу, мәдениетке жақындату, баулу, тәрбиелеу деген сияқты. Сол енді сіздердің өздеріңіздің ойларыңыз, ой пікірлеріңізді түйіндейік. Түйін осы. Келесі рет қайда барамыз? Мектепке барамыз. Қай күні барамыз? Соны ақылдасып алайық, сосын барайық. Бұл яғни түйін емес, бүгін кештің түйіні, бірақ арман қарай осы бір мәдениетті оқырмандық. Осы жерден бастай ары қарай жалғасатындай болып. Жалғасатындай. Яғни отырып подкастта сөйлеп кетті, содан кейін түк істемеді демесін жаңағы. Ертең біз өзіміздің әлеуметтік желімізге де болмаса енді осы подкастты арман қарай Әл-Фарабиені түсіріп жалғастыра беретін шығар,
келесі бір подкасттарыңызды айтарсыз, сондай бір үш бір бізге подкастқа бір не келіп еді, сол кісілер міне осындай жұмыс жасап жатыр деп бізді де бір рекламировать етіп жіберерсіз, құдай берсе. Әрине. Сондықтан да жалпы түйін біз арман қарай мәдениет екібастұз аймағында, екібастұз өңірінде мәдениетті оқырман мен мәдениетті өнерпаз қалыптастыру жолында жұмыс істейтін боламыз. Нүктесі осы. Тамаш, керемет, иә. Өз ойын бөлісіп, жалпы көрермендерімізге көптеген өзінің пайдасын тигізеді деген ойдамыз. Сіздің ойларыңыз, иә. Осы Ерболат Амеленге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де Ардақ, және де Хакім біздің бүгінгі подкасттың қонақтары. Барлықтарыңызға рахмет. Бұл біздің алғашқы подкаст.